الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті білім талап етуші, Алланың қалауымен 6-шы тарауға әл-вахдату сәдисату 6-шы тарауға жеттік. Бұл тарау бізде ас-солату, яғни намаз деген тарауға жеттік, яғни намаз туралы диалогтар болады деген сөз. Алла қаласа. Енді бірінші диалогқа кіріп кетейік. Енді мынау сөздердің барлығын алдыңғы дәрістерде өткен болатынымыздар. Қарап, егерде осы дәрістен кіріп қойған жағдайда, онда бұның барлығын қарап шықсаңыздар болады. Енді екі адамның арасындағы диалог, ал бисмилля кеттік. Мұстафа Қосой деп айтады. Әйна тусолли солаватил хомса дейді. Әйна деген сөзді білеміз. Қайда? Тусолли, сен намаз оқисың. Солавати, яғни намаздар. Негізі мына жерде солатун деген мынау сөзді алатын болсақ, жекеше түрі болатын болса, солатун, мынау солавати, бұл намаздар. Хомса, 5 деген сөзді жаттаған болатынбыз, цифрды. Яғни сен 5 уақыт намазды қайда оқисың дейді. Жауап беріп жатыр. Усолли, оқимын дейді. Аз-зухра, 5-ді. Уәл асра, аср намазын, яғни 2-ді. Уәл мағриба, шам намазын. Уәл айша, және немене дейді? Кешкі намазды, түнгі айша намазын. Фи мәсджиди билалин дейді. Мешітте дейді. Да дет атея, жаттабаған шығарсыздар. Фи мәсджиди, мешітте билалин. Билал деген мешітте дейді. Енді мына жерде байқасаңыздар, фаджр намазын айтқан жоқ, таң намазын айтқан жоқ. Сол үшін сұрап жатыр. Уа айна тусоллил фаджр дейді. Ал қайда сен намазды оқисың? Қандай намазды дейді? Фаджр, таң намазын дейді. Таң намазын қайда оқисың дейді. Ол айтады, усолли әл-фаджро фил бейти дейді. Оқимын намазды. Қандай намаз? Таң намазды үйде дейді. Үйде. Енді мына жерде тағы да бір алдындағы бір ережені кішкене қайталап өтейік. Жаңа мафғул бих деген, Тусолли, намазды оқимын. Қандай намазды? Фаджро, таң намазды деп айту үшін мына жерге фатха қойылады. Намазды. Ал намаз десе жалпы фаджрун болады. Ал мынау фаджро деп тұр, демек ол намазды деген мағынаны білдіреді. Намазды оқимын. Сөйтіп не деп айтып жатыр? Усоллил фаджро, таң намазды дейді. Таң намазды үйде деп айту үшін міне касра қойылады. Мұна фиден кейін білесіздер, жаңа фи, иля, мин, аля деген сияқты алдында қосылатын әріптерге байланысты мынау касраға өзгеріп, осындай жалғаулар пайда болады. Енді келесі лимада тусоллил фаджро фил бейти дейді. Не үшін? Лимада дейді. Мада десе не деген мағынаны білдіреді. Лині қосса, онда не үшін? Лимада, не үшін тусолли, оқисың таң намазды дейді. Таң намазды. Фил бейти, үйде дейді. Үйде не үшін таң намазды оқисың дейді. Ла әсмаул әзана дейді. Не дейді? Әсмау деген сәмиа деген етістіктен шығады, Олай жазылады. Сәмиа. А мынау осы шақтағы етістік. Сәмиа десе естіді, әсмау деген мен естіп жатырмын. Ал ла әсмау десе мен естімеймін. Нені естімейді?
әл-әзәна дейді, азанды дейді, азанды бағанаға айтқан мафғул бих. Ла әсмаул әзәна, мен азанды естімеймін дейді. Хәл тәстайқизу мутаәхирун деп сұрап жатыр. Тәстайқизу деген өттік, қателеспесем, бұл етістікте алдыңғы дәрістерде. Не дейді? Оянасың, оянасың ба дейді. Хәл деген ба бе, папе. Хәл тәстайқизу, оянасың ба мутаәхирун, кеш оянасың ба дейді. Кеш оянасың ба? Наам дейді, я дейді. Бада солатил фәджри. Бада деген кейін деген мағыналы. Кейін. Неден кейін? Таң намаздан кейін дейді. Бада деген ол да өзінен кейінгі сөзді міне мынау кәсіра қылады. Солати, негізі солатун ғой. Солати болып кетті. Солатил фәджри. Бада солатил фәджри. Таң намаздан кейін дейді. Одан кейін Мұстафа өзінің өсиетін айтып жатыр, ақылын. Истайқиз дейді. Мынау тәстайқизу деп келді ғой. Енді мынау бұйрық райда келген кезде, мына жерде оянып жатсын десе, оян деп айту үшін истайқиз деп айтамыз. Истайқиз, оян, мубаккирон, ерте оян дейді. Ерте. Мынау мубаккирон ерте болса, мынау кеш деген мутаахирон. Осы екі сөз жаттап алса болады. Көп жерде қолданылатын сөз. Мутаахирон, мубаккирон. Ла астати'у, астати'у деген не? Шамам келеді. Ла астати'у десе шамам келмейді. Шамам келмейді. А'малу фил лейли дейді. Не дейді? Жұмысты істеймін дейді. Жұмыс істеймін. Қай кезде істейді екен? Ләйл деген түн. Ал фил ләйли десе түнде. Түнде жұмыс істеймін дейді. Мұстафа айтады. До'a әл-мунаббиха bijанибика дейді. До'a деген бұл да әмір, яғни мына жерге сукун қойылады. Ал егерде ары қарай өтіп кету үшін, онда біз кәсіра қойып жіберсек болады. До'ил мунаббиха деп. Енді мына жерде до'a деген қой деген мағынаны білдіреді. Мунаббиха, мунаббиха деген бұл жаңа будильник. Будильникті, мафғул бих, будильникті қой дейді. Bijаниб, bijаниб. Мынау жаңа қасыңа деп. Мынау ка деген сен деген сөз ғой. Сенің қасыңа қой будильникті дейді. Сосын жауап беріп жатыр. Хәзихи фикротун тойибатун дейді. Енді бұл фикротун деген женский родта келіп тұрғаннан кейін әйел тегінде тамарбут арқылы білеміз. Бұл ой тойибатун жақсы дейді. Бұл жақсы ой дейді. Жазакаллаху хайран дейді. Бұлайша айтқанда бізге аударған кезде мағыналы тұрғысынан Алла саған разы болсын деген мағынаны білдіреді ғой. Ал бұлай жеке-жеке аударатын болса, жазакаллаху, Алла сенің жазаңды хайырлы етсін. Яғни Алла саған разы болсын деген мағынаны білдіріп тұр. Енді келесі қиуарға өтетін болсақ, Солих пен Айсомның екеуінің арасындағы диалог. Ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Әна мусафирун иля Мәкката дейді. Мен дейді, мүсәпірмін, бізде де сөз бар ғой, мүсәпірмін. Мен сапар шегушімін дейді. Мен сапар шегушімін иля Мәкката. Не дейді? Меккеге дейді. Иля деген ғаге, қаке деген жалғау.
иля Мәкката. Енді сіздер ойлауыңыз мүмкін, неге мына жерде ти болмады деп, былай кәсра болмады. Бұл Мәкка деген сияқты осындай сөз мамну мина сарф деген ереже бар. Бұған енді басыңыз қатырмай қойыңыз. Бірақ осындай бір сөздер бар, жаңағы атаулар бар, кейбір қалалардың деген сияқты мемлекеттердің бір 6 категория бар негізі. Сол 6 категорияның ішіне кіреді. Осы Мәкка деген сияқты сөздер, олар не? Мынау кәсіра емес, фатха жасайды. Енді түсінбей қалсаңыз, басыңызды қатты оған ауыртпай қойыңыз. Яғни бір кішігірім түсіндіріп жегер, келгеннен кейін сұрақ туындап қалмасын деп. Бірақ ол келешекте наху ережелерінде, яғни синтаксис ережелерінде иншалла келеді. Ана мусафирун иля Мәкката. Мен мұсапірмін Меккеге, яғни мен Меккеге қарай сапар шегіп бара жатырмын деген сөз ғой. Иля айна анта мусафирун. Иля айна дегенді бірге қайда дейді. Қайда анта, сен сапар шегіп жатсың, сапар шегушісің. Сен қай жаққа қарай сапар шегіп жатсың десе, ана мусафирун илал Мәдинати дейді. Мен мұсафирмін илал Мәдинати, Мединаға дейді, Мединаға. Әл Мәдина, яғни жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңа жатқан жеріндегі Набауи мешіті. Яғни мына жерде Мәкка деп, мына жаңа суретінде қойып қойған. Мәкка, мына жерде Қағба деген сияқты. Және мына жерде Мединаның тоже суретін қойып қойған. Мына жерде пайғамбар саллаллаху мешіті. Лимаза анта мусафирун иля Мәкката дейді. Не үшін сен сапар шегушісің иля Мәкката, Меккеге, неге сен Меккеге сапар шегіп жатсың дейді. Лиссолати фил масджидил хароми. Намаз үшін дейді. Мынау ли деген үшін деген мағынаны білдіреді. Лиссолати намаз үшін фил масджидил хароми, харам мешітінде намаз оқу үшін деп тұр ғой. Енді ол ай соңында сұрап жатыр, Уалимада анта мусафирун илал Мәдинати. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын. Бүкіл мына сөздерді өттік қой. Ал сен не үшін мұсафирсің Мединеге дейді. Не деп жауап береді? Лиссолати фил масджидин набауи дейді. Намаз үшін мешітте, қандай мешітте? Набауи, пайғамбардың мешітінде дейді. Яғни пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде намаз оқу үшін деп. Ал енді баршамыз білеміз, Меккеде кімде-кім намаз оқитын болса, бір намазы 100.000 сауапқа тең келеді екен. Ал енді Набауи мешітінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешітінде оқыған намаз 1000 есе еселенеді екен. Сондықтан осындай жаңағы құлшылық жасап жатқан шығар, және баршамызға осы нәсіп етсін. Айна тусоллил джумуата дейді. Қайда тусолли, қайда намаз оқисың сен? Джумуата, джумуа, яғни жұма намазын қайда оқисың дейді. Фил масджидил хароми иншаалла дейді. Фи масджидил хароми, харам мешітінде. Яғни мынау харам мешіті деген кезде, сіз Мединада жүрген кезде де харам мешіті деп айтсаңыз болады. Меккеде жүрсеңіз де харам мешіті деп айтсаңыз да болады. Енді сол үшін оны харомайни деп айтады. Две запретные мечети деп. Сондықтан мынау харам деген кезде, ол қай жақта жүріңіз, сол жақта әл-харам десеңіз, сол жақты мынау мешітті білдіреді. Иншаалла, енді бәршамыз бүйтіп қайталап жүрміз. Егерде қаласа Алла, Алла қаласа егерде. Иншаалла.
Айна тусоллил джумуата. Ал сен жұма намазын қайда оқисың дейді. Фил мәсжиди набауи иншаалла дейді. Пайғамбардың мешітінде иншаалла дейді. Енді Алла қаласа мына үшінші диалогты келесі сабақта өтейік. Енді сіздердің мына аудионы тыңдау арқылы естуді дамыту үшін әдеттегідей иншалла осы екі диалогты оқып берейін. Сіздер иншалла бірнеше рет тыңдаңыздар, жаңа сөздерді жазып алыңыздар. Одан кейін мынаны жаттап алсаңыздар тіпті жақсы. Одан кейін бірнеше рет естіңіздер мына диалогты, өйткені құлақты да өстіп дамытқан жақсы. Егер де араб тіліне қызығып жүрген адамдар болатын болса, онда солармен бір-екі сөз болсын осылай жана қайталап сөйлескеніңіз өзіңізге иншалла жақсы практика үшін. Ал бисмилла оқып берейін, сонымен сабағымызды иншалла аяқтайық. Айна тусолли салаватил хамса. Усолли الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع. أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين تصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.